боюнча биз биринчи магазинге барып продукт алып алуу керек. Содан кейін туристке палатка алуу керек болгон. Магазинде заттарды алып алып, рюкзакка салып тастадык мен. Сосын жерге алып алдым, 950 теңгеге. И қазір енді келесі этап қандай? Biz қазір 60 троллейбусқа отырып бірінші неге барамыз? Палатка алуға. Сосын ары қарай 12-ші троллейбусқа отырып, троллейбус емес, автобусқа отырып Көкжайлаудан остановкасынан түсіп ары қарай жүре береміз. Көкжайлауға ночевкамен бара жатырық. Соған әкежан одноразовый нетістер қарап отыр. Тасталды. Аяқ жерге тасталды. Әйгерім әкежан, мен сылтаға бір қыз. Бүгін бізде ночевка. Осындай отқа ысып жейтін алып, бірінші походқа баратқаннан кейін көру керек болды. И алма мен печенье. Осы кейін қосып жейміз. Жүректі алмайды. Да. 4 беляша и 4 пирожок с картошкой. Буа береді олсын ме? Қандай аламыз ба алмаймыз ба деп ойлап алатын болып шештік. Біз доширак алатын болдық. Если чего соған салып кипятокты пакетке жасаймыз деп көреміз. Короче, андай палаттың өзі екеу. Қалай не істесе болады? Айтып бересің бе? Білетін шығарсың ба? Екі арқа жеткізеді. Бірінші мына рюкзакты, үлкендеу рюкзакты қыз балаға бастап. Мына жерде уақытша ремонтқа байланысты автобус жүрмейді екен, сол таксиге тұрамыз. Ол біз келдік. Остановкаға тоқсан миллиард. Аралай жүреміз, басаймыз. Шығуды баса кеттік. Бексұлтан деген палуан. План бойынша магазинге. Одан кейін алдық. Мына бір жігіт. Кеттік. Қалай әкекші ма? Керемет. Ойбай. Аз емес па, қалған ақ кетемін. Маған подарок бер. Тұрды ғажу. Бір салфетка болма қыздар. Так, біз 50% жол жүріпті, да? Примерно. 50-ден көп шығар, может? Өтпесін. 50-ден көп па? Мүмкін. Примерно адамдарға тарелкті өтішер. Осындай ғой. Мен осындай екі рюкзак тауға төлеп еді. Арқа жоқ болған. Километр oldu. Содан кейін айтуды ұмытып кеттім. Бүгін не болады дедің, әке? Бүгін жұлдыздар ағыны болады. Жұлдыздар ағыны болады екен. Аспанға қарап, жұлдыз санап. Орысша айтқанда падение звезд па или звездопад.
Звездопад. Звездопад. Көкжайлауға жеттік. Бірақ қазір жаңбыр өзі құяйын деп тұр. Мен бір өзім келіп алдым. Қасымда Әкежан, Әйгерім, Дана болу керек, олар әлі кешігіп отыр. Ешкім жоқ. Сол күту керек қазір. Өтірік күйіп алдым. Елді көптен күткен тойымыз. Қалай болды? Келдік. Келді. Әкежан деген жігіт. Әйгерім бер. Әйгерім бер. Сразу футболка алып тұрып ал. Жоқ па? Сарсап келді. Короче, мынандай болып тұр ситуация. Ана жақта келдік, ана жаққа қойдық та. Ол жақта не емес екен. Түзу жер жоқ, сонымен мына жерде бит кеттік та, бит келді да. Топ етіп мына келе қалды. Мына жерде орын бар екен тема. Осы жерге қазір жатып демаламыз, мына жерде тамақ ішеміз. Күшті болайын деп тұр ғой, короче. Өзіміз. Қазір еще жаңбыр жауса, ашық неде отырамайсың. Опа! Бізде жайлап жаңбыр сіркіреп отыр. Маған палатын орастыру керек. Балдар енді келіп жатыр. Peki mağan koyma, berne koydu da. Berne koydu da, mağan koyma. Мынандай күнді бір сет көріп тұрмын. Тауда осындай болады ма? Biz уже палаткаға келдік. Палатканы құрып тамақ ішіп отырмық. 2 адамдық палатканың ішінде 4 адам. Көрінген. Ал светпен әлек болып отыр. Осындай көңілсіз бәрсе ғой. Тебе не фанк, я уже к тебе. Я уеду, обещаю, что приеду к тебе в гости. Тебя невозможно. Kan Akjanға жақсы. Жақсы ма? Bu ne ma? Артың бәрі. Қана туманды? Мықты көрінші ол. Жестко, да?
Аңғара тұман. Заметил, я заметил, он так не заметил. Тұман. Алмайды фокус вообще. Алдым. Дым көрінбейді. Мына Негізі артта жан. тұман. Мына қалан бағана көрініп тұрған. Қазір вообще ноль. Нулевой видимость қой, короче. Бір андай фильмдарда нелерде көрсетеді ғой. Бізден андай қатты тұман болып да, короче. Түк көрмейді. Енді көрді. Так. Так урамыз. Бізде уже палаткаға кірдік, сағат 10 болып қалды примерно. Сағат 10 болды примерно. Осылай жатып. Қазір енді шамалы ұйықтап алу керек. Сонымен көреміз. Таңға қарай. Посмотрим. Saat 5 болды. Қалғандар ұйықтадыр. Saat 7, 8 почти. Түстен кейін бе ұйықтадық. Солға ұйықтағанға келдік. Окей, әлі жүр. Есіме түсіп кетті ғой. Басырақ. Мына жақта Wi-Fi істеп тұр ғой. Қайтып бара Oradan.